Саламатсыздар ма, студенттер? Қазақ халық ауыз әдебиеті пәні бойынша дәріс сағатына қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы лирикалық өлеңдер деп аталады. Сағатымыздың негізгі мақсаты халық лирикасының жанрлық ерекшеліктері мен олардың жіктелуі, тақырыптары, түрлері, оның ішінде қара өлең, ән өлең, тарихи өлеңдер, жалпы лирикалық өлеңдердегі образдар жүйесі мен композициясы, көркемдік суреттеу құралдары мен тәсілдері, лирикалық өлеңдердің ұлттық сипаты туралы білім беруді көздейміз. Дәріс сағатында басты мақсатымызға сәйкес төмендегідей тақырыптық мәселелер жоспар ретінде қарастырылады. Яғни, халық лирикасының жанрлық ерекшеліктері мен классификациялануы қандай, лирикалық өлеңдердің тұрмыс салт жырлары мен ұқсастығы және айырмашылығы неде, лирикалық өлеңдердің тақырыптары қандай, лирикалық өлеңдердің түрлері қара өлең, ән өлең, тарихи өлеңдер туралы мәселе қозғалады. Лирикалық өлеңдердегі образдар жүйесі мен композициялық құрылымы, көркемдік суреттеу құралдары мен тәсілдері және лирикалық өлеңдердегі қазақ халқының эстетикалық дүниетанымы мәселелеріне тоқталамыз. Ең алдыменен лирикалық өлеңнің жалпы жанрлық табиғаты қандай, ұлттық дүниетаныммен байланысы қандай дәрежеде болды? Жалпы лирикалық өлеңдерге қатысты біздің зерттеушілеріміз қандай ой-пікірлер, тұжырымдар айтты? Осы туралы сөз қозғаймыз. Лирикадан белгілі бір қоғамның әлеуметтік сыр-сипаты танылады. Сол дәуірде өмір кешкен адамдардың көңіл күйі, сыры аңғарылып, өлеңді айтушы сол өзі өмір сүріп отырған дәуірінің әлеуметтік жайы қандай, саяси идеологиялық мақсат мұраты осы мәселелерді өз атынан сырлы әуен сазымен жеткізе отырып, өзінің көзқарасын, ішкі көңіл күйін білдіреді. Сөйтіп, ол өз заманына, өз дәуірінің идеологиясына үн қосады. Соның жырын жырлайды. Халық лирикасы бүкіл халықтың эстетикалық құралы болғандықтан да ол халық лирикасы деп аталады. Бұл жөнінде зерттеуші ғалым Лазутин былай дейді: дәстүрлі лирикалық өлеңдердің өміршеңдігі, олардың халықпен бірге өмір сүріп, әрбір тарихи кезеңдегі идеялық эстетикалық қажеттік негізінде халықтың өмірі мен санасына байланысты байқалмай өзгеріп отыратындығымен түсіндіріледі деп пікір білдіреді. Шындығында да фольклорлық лирикалық өлеңдер бұрыннан келе жатқан көркемдік бейнелегіш құралдарды жаңаша тұрғыдан пайдаланып отырады. Және қазақ зерттеуші ғалымы Есмағамбет Ысмайылов өзінің ақындар атты монографиясында мынандай деп ой тұжырымдады: өлең қазақ поэзиясының негізгі түрі. Көне салт, әдет-ғұрып поэзиясы да, әндердің текстері де, айтыс, ғашықтық жырларының көпшілігі де, кейінгі поэзияның негізі де осы өлеңмен жазылған. Өлең қазақ әдебиетінде ән өлең ұғымында да, өлең жыр ұғымында да қатар жүреді. Өлең қазақтың барлық тарихи өмірінде біте қайнасып араласқан. Ойын сауығында, әзіл қалжыңында, қайғы қасіретінде, жорық соғысында, өлім азасында, той астарында, мерекелерінде, бәрінде де өлеңмен бейнелеген және қазақтың бірер ауыз өлең айтпайтыны сирек деген пікірді айтады. Шындығында да қазақтың халық өлеңдерінің ішінде өзінің осы поэтикалық өрнек тақыш, көркемдік тәсілі жағынан өзге көп жанрларға ұқсамайтын өлең түрі бұл лирикалық өлеңдер. Халық лирикасының негізгі сипаты халықтың көңіл күйін тербетіп, әсерлендіретін ой сезімдерді суреттеуден туады. Лирикаға тән қасиет оның қысқа да нұсқа, сезімтал эмоцияны таныта білуінде, жүрек толқытып, көңіл сергітер шуақты рухында. Филология ғылымының докторы, поэзия ақсақалы атанған ақын Әбділда Тәжібаев лириканың негізі халық өлеңдерінде, әсіресе сал-сері атанған Ақан, Біржан, Жаяу Мұса, Ыбырай әсеттерде жатыр деп пікір айтқан болатын. Фольклордың осы ең көне үлгілері болып табылатын халық өлеңдерінде, лирикалық өлеңдерде халық өмірінің бар саласы бірдей қамтылған. Лирикалық өлеңдерде жас адамның жан сезімінен бастап,
ірі әлеуметтік оқиғаларға, ел басына түскен ауыртпалықтардың бәрі де қамтылады. Халықтық лирикалық өлеңдердің 3 саласы бар. Олар қара өлең, ән өлең, тарихи өлеңдер. Енді осы 3 негізгі түрге жеке дара тоқталып өтелік. Ең алдыменен қара өлең туралы өткен ғасырларда Шоқан Уәлиханов былай деген болатын: қара өлең бұл 4 жолдан тұратын кәдімгі өлеңдердің бірі. Мұның әр шумағы өз алдына жеке бір идеяны баяндайды. Бұлар көбінесе дауысқа салып әнмен орындалады десе, Мұхтар Әуезов бір ауыз өлеңі 2 үлгіге бөлінеді. Оның біріншісі бастауыш түрі, ең оңайы қайым өлең, екіншісі қара өлең деп баға берді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, халық өлеңдерінде тек іргелі әлеуметтік оқиғалар, таптық теңсіздік тақырыптар ғана бейнеленбей, күнделікті күнкөріс, тұрмыс-тіршілікке байланысты өмір суреттері де көрініс тауып отырған. Мәселен, ата-бабаларымыздың егіншілік кәсіппен ежелден айналысқандығын біз өткен сағаттарда айттық. Терімшілікке байланысты фольклор шыққандығын, өмірге келгендігін, осындай өлең өріміндегі төмендегідей өлең жолдарын мысалға келтіріп көрелік. Құрбым-ау, серттеселік, серттеселік, сақтаса серттен Құдай ептеселік. Көңілің сірә біздей болса егер, тасындай диірменнің беттеселік десе, енді бірде көзіме көрінесің егіндей боп, егіннің жаңа шыққан көгіндей боп, алыстан атаямай келгенімде, ей құрбым, күліп ойна өзімдей боп деп әндеткен екен. Сондай-ақ осы қазақтың лирикалық өлеңдерінде сауда-саттыққа байланысты ой түсініктер де қалыптасқан екен. Мысалы келтірелік: ауылым көшіп барады сарымсаққа, қой айдаттым базарға алымсаққа. Ауылың алыс кеткенде ей қалқатай, жырлайды екен шыбынжан сағынсақта десе, енді бірде базардан алып келген қызыл кілт, шығады күн батарда қызыл бұлт. Кеткенде ауылың алыс ей қарағым, елесің көз алдымнан болмас ұмыт деп өрледі екен. Осы қазақтың халық өлеңдерін жинап бастыртушылардың ішінде Готовицкий осы өлеңдердің лирикалық сипатына ерекше көңіл бөліп, олардың мазмұны жағынан эпикалық, лирикалық және драмалық деп жіктеп, лирикалық өлеңдердің кең тарағандығын былай деп атап көрсеткен екен. Лирикалық өлеңдер табиғатты сипаттап, сүйіскен жастардың жолығысқан жерін, олардың айырылуы мен аһ ұрған сүйінішін көрсететін көптеген қысқа өлеңдерден құралған. Барлық шығыс поэзиясы секілді, қазақ өлеңдерінде де теңеудің атқаратын рөлі ерекше. Бірақ бұл парсы поэзиясындағыдай орынды орынсыз тықпалап, шектен шыға қолданылатын метафораға ұқсамайды. Қайта қазақ өлеңдерінің өзге текстері тәріздес, лирикалық өлеңдердің ерекше белгісі ешбір боямасыз қарапайымдылығында деп көрсетеді. Жоғарыда міне айтып отырмыз, жалпы лирикалық өлеңдердің тақырып аясы өте кең. Ол адам басындағы, жастардың басындағы махаббат, сүйіспеншілік сезімдерінен бастап, күнделікті күнкөрісі, тұрмыс тіршілігі, одан әрі әлеуметтік мәселелерге дейін лирикалық өлеңдерге негіз болып отырған екен. Мәселен, негізінен басым көпшілігінде осы халық өлеңдеріндегі лиризмнің терең бір көрінісі екі жастың сүйіспеншілік сезімдерін суреттейтін өлеңдерден айқын көрінеді. Онда ол жастардың, соның ішінде адамның бас бостандығын аңсау, еркіндікке ұмтылу алдыңғы кезекке шығарылып, жеке адам бостандығына ұмтылған азаматтық сарын басты мән иеленеді. Мәселен, қыз бен жігіттің салт үстінде жауаптасып айтқан өлеңдерінің өзінде батылдық көріне бастайтындығын мына бір өлең шумақтарынан аңғара аламыз. Жігіт былай десе: қарағым айналайын қалам қасым, сен аққу көлден ұшқан, мен лашын, ай жүзіңді аяптада бір көрмесем, бойыма тарамаушы еді ішкен асым десе, қыз былай деп жауап қайтады: тал үйдің салдым жаңа түтіндігін, отырсын кетейін деп күтіп бүгін, кісіге алған берген не болады, көңілдің
білдірерлік бүтіндігін деген екен. Міне осы лирикалық өлеңдердің өзінен байқалып отырғандай тақырып аясы өте кең болды. Енді осы лирикалық өлеңдердің екінші бір тарап түрі бұл қара өлең. Қара өлеңде не айтылды? Қара өлеңнің жанрлық ерекшелігі қандай болды? Осы жөнінде сөз қозғайтын болсақ, қара өлең ол көп жағдайда қысқа нұсқа болып келеді, дегенмен де адамның ішкі жан сезімін, сүйіскен жастардың жүрек тебіренісін, арман аңсарын, мұң сағынышын суреттеу жағынан халық творчествосының тамаша табысы болып табылады. Сондықтан да белгілі бір мелодия сазына кез келген қара өлеңді ыңғайлап айта беруге болады. Қазақтың қара өлеңдері өзінің бітім тұлғасымен де, мағына мазмұнымен де өзге көп өлеңдерге ұқсамайтын өзіндік ерекшелігі бар жанр. Мұны оның композиция мен стилінен, образдар жүйесінен, көркемдік өрнек нақышынан біз анық байқай аламыз. Осы қазақтың халық өлеңдерін терең зерттеген Бүркітәлі Бекмұрат Уахатов айтқандай, қара өлең біздің де ақындық скрипкамыз сияқты қымбат аспабымыздың бірі деп баға береді. Қара өлеңнің негізгі ерекшеліктерін санамалап өтелік. Біріншіден, қара өлеңнің құрылысы қашанда 11 буынды 4 тармақты болып келеді. Екінші ерекшелік, осы өлеңнің бірінші, екінші, төртінші жолдары ұйқасып, үшінші жолы ұйқаспай бос қалады. Үшінші ерекшелік, қара өлеңнің әр шумағында жеке бір ой айтылады. Төртінші ерекшелік, әр шумақтың алдыңғы бір не екі жолы негізгі айтылар оймен тікелей байланысты болмайды. Бірақ өлеңнің құндылығы бұдан төмендемейді. Бесінші ерекшелік, қара өлең көбіне жұртқа таныс, көп құлағына сіңген, жарым-жартысы жаттамалы жолдардан, теңеу салыстырулардан тұрады. Алтыншы ерекшелігі, қара өлең ойын-сауық үстінде айтылатын болғандықтан, күрделі мәселені қозғамайды, тек жиналған жұртты көңілдендіруді, күлдіруді көздейді. Жетінші ерекшелік, қара өлеңнің қосалқы жолдары негізінен халықтың тұрмыс тіршілігі мен әдет-ғұрпынан туған түсініктерді арқау етіп, табиғат дүниесін суреттейді. Сегізінші ерекшелігі, қара өлең қалың көпке, яғни жұртшылыққа әбден мәлім ән әуенімен орындалады. Жоғарыда міне қара өлеңдерге тоқталып өткен болсақ, енді ән өлеңдерінің өзіндік ерекшелігі қандай? Ән өлеңдері тек қана ауыз әдебиетіне қатысты ғана емес, ән өлеңі қазақ поэзиясының көлемді бір саласы болып табылады. Халық әндерінен бастау алып, қазақ әдебиетінің даму тарихында ән өлеңдер болып қалыптасқан сала бүгінде поэтикалық туындылар ішінде аса бай қазына. Халық әндері кейіннен сал-серілердің әндері, қазақтың 19 ғасырда өмір сүрген әнші ақындарының, Абайдың, Мағжанның әндеріне негізгі өзек болып қаланды. Ән өлеңдерінде әуені мен сөзі егіз өрілуі қажет. Енді тарихи өлеңдердің өзіндік жанрлық ерекшелігі қандай, соған толығырақ тоқталайық. Тарихи өлеңдер бұл қалың бұқара халықтың басынан кешкен тарихи әлеуметтік оқиғаларға байланысты туындаған өлеңдер. Әрине, қазақтың басынан өткен тарихи оқиғалар өте көп болды. Оның ішінде қазақ пен қалмақ арасындағы шапқыншылық, Хиуа бұқар хандықтарының қазақ кедейлеріне жасаған озбырлық әрекеттері, жалпақ елдің басына түскен жұт-жұтаңдығы секілді оқиғалар өте көп болды. Бұндай оқиғалар көп болғанымен, тек кейінгі 1-2 ғасырда туған тарихи аңыз-әңгімелер мен өлеңдер болмаса, арғы көне дәуірдің нақтылы деректеріне құрылмаған, жыр үлгілері сақталмаған. Тарихи өлеңнің мол тараған дәуірі бұл 18-19 ғасырдағы және осы кезеңдегі тарихи өлеңдер екі тақырыптың төңірегінде құрылды. Біріншісі, қазақтың өз ішіндегі үстемтап өкілдерінің зұлымдық әрекеттері мен соған деген халықтың қарғысы. Екіншісі, ол жоңғар шапқыншылығына қарсы күрес. Осы орайда айта кетуіміз керек, жалпы тарихи өлеңдер деген атауына қарап, бұндай өлеңдерден тарихи дәлдікті іздеу ол ағаттық болар еді.
Орыстың белгілі тұлғасы Николай Васильевич Гоголь мынандай деп пікір айтқан екен: тарихшы тарихи өлеңдерден өткен шайқастың айы мен күнін іздемеуі керек. Бұлай еткен күнде оған ілкі бір өлеңдер ғана жәрдем бере алады. Ал егер ол халықтың шынайы тұрмысын, характерін, ішкі жан толғанысын білгісі келіп, өткен ғасырдың рухын сезінгісі келсе, онда ол әбден риза болады. Халық тарихы өзінің бар ұлылығымен айна қатесіз оның көз алдында айқара ашылып тұратын болады деген екен. Өте дәл айтылған пікір. Міне, қазақ елінің басынан кешкен тарихи оқиғасы да өте көп болды, бірақ олардың барлығы бірдей тарихи өлең түрінде сақталып қалмаған, бізге жетпеген. Соңғы ғасырларда ғана туған өлең жырлар бар екендігін кезінде Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар Әуезов, Халел Досмұхамедұлы, Смирнова, Сейіт Қасқабасов еңбектеріне сүйене отырып, осы тарихи өлеңдердің ең арғы бастаулары тайпалық, кейіннен дербес хандық және жеке ел болған кезеңдерде пайда болғандығын аңғаруға болады. Сонымен қатар тарихи әртүрлі ұсақ жырлар, яғни бір кездегі Қорқыт туралы, Еділ Жайық туралы, Шыңғыс Хақанның қаһарлы жорығы, Ақсақ Құлан, Жошы хан туралы өлеңдер өте аз сақталды. Осы тек түркі-моңғол халықтарының тарихын зерттеген академик Бартольд ерте замандағы бір ұлы шапқыншылықтан қалған өлеңнің мынандай бір жұрнағы сақталған деп келтірген екен. Атақты қырғын қырықсайда қазақтың сүйегі қалмаған сай бар ма? Жарға біткен қырық қайыңда қазақтың айбалтасы жанасып жараламаған тал бар ма дейді. Бұл көне дәуірдегі бір көп жорықтың бір сілемі ғана. Енді осы кейінгі зерттеушілеріміздің көпшілігі тарихи өлеңдерді зерттеу барысында тарихи өлеңдердің тарихи жырға қарағанда өзіндік ерекшеліктері қандай, осы мәселеге қатысты зерттеу еңбектерінде сөз қозғайды екен. Яғни тарихи жыр мен тарихи өлеңнің айырмашылығы қандай? Көлемді жыр сарындары өзінің мазмұны жағынан да, суреттеу, оқиға құрылысы жағынан да бұрынғы батырлық жырларға өте жақын. Тарихи өлеңдерде қазақ халқының көңіл күйі, ашу-ыза, айбат қарсылығы, эпостық өрнек нақыштан гөрі лирикалық мәнерде халықтың жан сезімін жинақтап көрсету мәнерінде туған. Тарихи өлең авторларының көбінесе сол оқиғаларды көзімен көрген тұстарын сөз етеді. Қазақтың тарихи өлеңі ең алғашқы үлгілері Ақтабан шұбырынды оқиғасынан басталады екен. Яғни атақты Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді деп басталатын тарихи өлең бұл қазақ халқының сол бір зарлы жылдардағы Ақтабан шұбырынды алқакөл сұлама жылдарындағы кәдімгі бір әнұранына айналған өлең болды деп айтсақ та артық айтқандық болмас еді. Сондай-ақ қазақтың басынан өткен өте бір қиын күндердің бірін 1948 жылы қазақ әдебиетінің тарихи еңбегінің ішіне енгізген екен. Мына заман, қай заман, бағы заман, баяғыдай болар ма тағы заман, қарындаспен қара орман қалғаннан соң көздің жасын көл қылып ағыз заман делінсе, енді бір жерде мысалға осы өлеңнің Сәкен Сейфуллин кітабындағы берілген жинағында мына заман, қай заман, қысқан заман, басымыздан бақ дәулет ұшқан заман, шұбырғанда ізіңнен шаң бұрайды, қаңтардағы қар жауған қыстан жаман деп көрсетеді екен. Енді осы 1729-1730 жылдардағы қазақтың қарулы қолы қалмақтардың өзін қатты қырғынға ұшыратады. Жау қашып, халық азаттық алады. Кейін міне осы жерлер қалмақ қырылған, қап қағылған, қалмақ қамар,
қалмақ асқан, қалмақ кезі деп аталып кеткен екен. Сол кезеңдердің бір көрінісін сипаттаған мына бір тарихи өлеңді тыңдап отырайық. Қаратаудың басынан қар бораған, сол таудан дария тасып су тараған, сұлу қыз көркем жігіт бәрі сонда, дариғай неге келдім сол арадан деген екен. Міне жалпы қазақтың тарихи өлеңдерінде көлемі жағынан тарихи жырға қарағанда әрине қысқа нұсқалығымен ерекшеленеді. Тарихи жаңағы дәл датыны, тарихи дәл болып отырған өлкені атау барысында өзіндік бір жаңағы әр өңірге сай ерекшеліктер, тарихи деректердің бір дәл осындай даты деп айтпағанымен, бір соған жуықтас цифрлар аталғанның өзінде де тарихилық сипат анық аңғарылады екен. Сонымен тарихи өлеңнің өзі қазақ халқының тек этнографиялық салт дәстүрін ғана сипаттаудан ғана емес, тарихи ғұмырлық сипатын да көрсететіндігімен ерекшеленеді. Соныменен бүгінгі дәрістің соңында сіздерге төмендегідей бекіту сұрақтарын ұсынамыз. Лирикалық өлеңдердің тақырыптары қандай болды? Ән өлең, қара өлең, тарихи өлеңдердің жанрлық ерекшеліктері қандай? Тарихи өлеңдердің тарихи жырлардан айырмашылықтары қандай? Осы бекіту сұрақтарына жауап беріп, кері байланысқа шығуларыңыз болады. Тақырыбымызға қатысты әдебиеттер мен электронды ресурстар ұсынылып отыр. Дәстүрлі инсерт картасын осы тақырып бойынша толтыруларыңызды сұраймыз. Осымен бүгінгі дәріс сағаты аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.